қазақ тіл біліміндегі үлкен лексикология саласының өзекті мәселелерінің бірі бұл жаңа атаулар мен терминдер. Бізде Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде лексикология пәнінде осы екі тақырыпқа қазақ терминологиясы немесе термин сөздер, сосын жаңа атаулар деген тақырып бар. Сол тақырыпта термин сөздерді бөлек беріледі және неологизмдер бөлек беріледі. Бірақ термин сөздерді енді қазақ тіл білімінде термин сөздер сонау Байтұрсынов бастаған мектептен бастап бүгінге дейін біршама зерттелген сала ретінде тұжырымдауға болады. Себебі көптеген зерттеушілер бар. Термин сөздердің өзіндік сөз жасамдық қабілеті, тіркесімділік қабілеті, сосын терминге тән белгілер, терминдердің халықаралық терминдермен байланысы, арақатынас деген мәселелер біршама зерттеліп, өзіндік нысандар айқындалған. Ал енді жаңа сөздерге келетін болсақ, жаңа сөздер мәселесінде қазақ тілі білімінде онша зерттеу көп емес. Осы жаңа сөз термин сөзден пайда бола ма, жоқ әлде ол термин сөзге жатпай ма деген мәселе күні бүгінге дейін әлі сараланған жоқ. Бізде осы көптеген жаңа атауларымызды термин сөздер ма, жоқ әлде неологизм ба деп шатастырып жүргеніміз бүгінде сараланбай келе жатқан тіл біліміндегі үлкен өзекті проблемалық мәселелердің бірі. Енді қоғамдық формация өзгереді, мына ақпараттық технология келіп жатыр. Жаһандану процесі күнделікті тілге әсер етпей тұра алмайды. Тіл жанды құбылыс болғандықтан, ол үнемі динамикалық өзгерімпаздық қасиетке ие болғандықтан, қоршаған ортадағы түрлі заттар, құбылыстар, әрекеттер, сапалық белгілер, сандық белгілердің бәрі күнделікті өмірімізге келгендіктен оларды атау керек болады. Ал енді соларға атауға бірінші қарастыратын осы біздің тіл біліміндегі неологизмдер мәселесі. Сондықтан неологизмдер мәселесін осы термин сөздерден отауын ажыратып, терминнің аясында қарастыру керек па, жоқ әлде ол жеке сала ретінде қарастыру керек пе деген мәселені күні бүгінге дейін әлі күнге толыққанды зерттелмей келе жатыр. Мына орыс тіл білімінде немесе европалық тіл білімінде неологизмдер мәселесін қарастырғанымызда, онда көп жағдайда неологизмдер бұл неологизмдердің ең басты ерекшелігі бұл уақыт факторымен байланысты дейді. Себебі неологизм деп жүрген сөздеріміз белгілі бір кезеңде ғана өмір сүріп, ол жалпы халықтық лексикадан орын алатын болса, онда ол неологизм емес, жалпы халық сипаттағы белсенді сөз ретінде қолдануы ол негізгі белгісі деп көрсетеді. Енді біз мысалдарымыз құрғақ болмау үшін осы термин мен неологизмнің өзіндік ерекшеліктері туралы кішкене тоқтала кететін болсақ, жалпы енді термин сөздерге о бастан белгілі, термин белгілі бір ғылым саласына қатысты сөздер болады. Ал енді неологизм қоғамдық өзгеріске сәйкес пайда болған заттардың немесе құбылыстардың, жаңа әрекеттердің жаңа атауы болады. Екінші, терминнің қысқалығы немесе ықшамдылығы бар. Термин қашанда ықшамды, қысқа, дәл, нақты, айқын болып келсе, неологизмдердегі екінші бір белгі деп бұл уақыт факторындағы маңызды рөл атқаруы. Бұл әлемдік лингвистикадағы осы неологизмге беріліп жүрген бірден бір өзіндік ерекшелігі. Үшінші, термин бір мағыналы болатын болса, неологизм сөздердің терминологиялық өстеде, сосын жалпы халықтық сипатқа да өтуі өзіндік ерекшелігі ретінде көрсетуге болады. Мысалы, біздегі бүгінде құқық, құжат, несие, пайыз, нарық деген сөздер бір кездері неологизмдік сипат болатын болса, қазіргі қазақ тілінде бұл сөздер өзінің неологиялық сипатын, яғни жаңа атау ретіндегі сипатын тіпті жойды деп айта алуға да болатын шығар. Себебі бұлар жалпы халықтық лексикадан берік орын алды. Бүгінде құқықты, құжатты, несиені, пайызды, нарықты түсінбейтін, қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тілінде ойлайтын тілдік ұжым мүшелерін кездестіру өте аз. Өйткені бұлар көптеген жаңа сөздер жасауға, жаңа сөздермен тіркестіруге, сосын функционалдық стильдік тармақтардың бәрінде шетінен қолдануға бейім болып келе жатыр. Сосын термин сөздерде, мысалы, дублеттердің, синонимдердің болмауы бірден бір өзіндік ерекшелігі болатын болса, неологизмдерде бұндай процесс, варианттылық процесі болып тұрады. Оны қазір неологизмдерге тоқталғанда мысалдарын келтіреміз. Одан кейін неологизмдердің күнделікті өмірде белсенді қолданысы олардың жаңа айттық неологизмдік сипатын жояды деп. Сонымен қатар терминнің тілдегі сөз жасамдық заңдылықтарына сәйкес бірнеше жаңағы біріктіру арқылы,
қосарлану арқылы, қысқару арқылы, түрлі аффиксация тәсілдерінің жалғану арқылы, сосын сөздің ішкі мағыналық семантикалық дамуы арқылы жаңа сөздер жасау қабілеті болатын болса, бүгінде біздің неологизм сөздерде осы терминнің осы қасиетін өздерінің бойына сіңіріп жүргенін айтуға болады. Себебі көптеген неологизм сөздеріміз бүгінгі қазақ тілінде бірігу арқылы да, қосарлану арқылы да, тіркесу арқылы да, түрлі аффикстердің жалғану арқылы да, сөздің тіпті мағыналық жағынан, семантикалық жағынан даму арқылы да жасалып жатқаны тілімізде көптеген неологизм сөздер осындай атаулардың бар екенін айқындайды. Енді неологизм сөздердің тағы бір үлкен мәселесі жаңағы басында айттық, термин сөздер арнайы бір салада терминологиялық өрісте өмір сүреді. Оған мысал алатын болсақ, мысалы шөгінділер дейтін болсақ, бұл химия саласында, зымыран тасығыш, яғни ракета-носитель, бұл жаңа әскери салада, лобзик, немесе бұны қазақша аударған екен ою арасы деп. Бұл құрылыс саласында, саптама, бұл да дрель дейміз, дрельдің басына киетін насатки дейді орыс тіліндегі. Осы саптама, бұл да құрылыс саласында белгілі бір салада қолданып жүрсе, неологизмдердің бір кезде неологизм болып, бүгінгі жалпы халықтық сипат алып актив лексикаға өткендер де бар. Оған мысалы жаңағы бүгінде көп жерде белсенді қолданып жүрген жазбаша формада да, ауызша формада да кездесетін сенім телефоны, жан сақтау, бейне бақылау, жүктеме, көшірме, төл құжат, сауда нүктесі, ұялы телефон, қаржы, нарық, құжат деген сөздерді бір кездегі неологизмдік уақыт факторымен тәуелсіздіктен кейін бұл сөздер неологизм болса, қазіргі күнде бұл сөздер өмірдің барлық саласында, функционалдық стильдік тармақтардың барлық саласында кеңінен қолданып, кәдімгідей неологизмдердің активті қолданысына өте бастады. Бұл терминологиялық өріспен жалпы халықтық өріске қатысты. Енді келесі бір мәселе неологизмдердің қолданбалы қызметін айтуға болады. Жалпы неологизмдеріміздің лексикалық қорымызды байытып, әдеби тілде тұрақталып, жалпы халықтық сипат алуы олардың тікелей қолдануына байланысты. Жалпы кез келген тілде, жалпы тілдің өзі қолданатын тіл, ол өміршең тіл болып саналады. Ал қолданылмайтын тіл болса, ол тілдегі тіпті неологизм емес, күндегі жалпы халықтық лексиканың өзі қолданбағанда, ол тілдің өміршеңдік сипаты төмен болады, немесе ол тіл болашақта жойылу қаупінде тұруы әбден мүмкін. Неологизмдерде де осындай қасиеттен, себебі неологизмдердің белсенді қолданылған неологизмдер, олар жалпы халыққа қызмет етеді. Бейтарап лексикаға кіреді. Жаңағы түрлі терминдік болсын, поэтикалық болсын, тіркесімдік болсын, фразеологиялық байлаулы болсын, синтаксистік шартты мағына болсын. Сол тілдің ішкі жанды құбылысындағы механизмдердің бәріне мына өміршең, бейімделгіш жаңа неологизмдер, олар қашанда өмір сүру бейімі көп болады. Сондықтан бүгін тіпті осы неологизмдерді біз актив-пассив деп шартты түрде бөлетін болсақ, көбінесе баспасөз тілінде, теледидарда, кино аудармаларында, мектеп оқулықтары мен салалық мамандардың еңбектерінде, ішінара жарнама кестелерде жазбашада формада көрініс тауып жүр. Ауызшадан гөрі жазбаша формада көп көрініс тауып жүр. Осындай неологизмдерге біз жаңа қаржы, көшірме, жүктеме, сауда үйі, ас мәзірі, бейнебаян, ғаламтор сияқты атауларды жатқызатын болсақ, бүгінде енді осы тамаша аударған көп деген жаңағы зат пен құбылыстың жаңа атауы болып жүрген біздің неологизм сөздеріміз бар, бірақ олар актив емес, керісінше лексикалық жаңа пассив қабатқа орын алып, біздің лексикалық қорымызды тек жаңа пассив ретінде ғана байытып отырған сөздер бар. Оған енді қазіргі кезде осы жаңа айтып отырмыз ғой, ақпараттық технологияға байланысты көптеген жаңа заттар, құбылыстар келіп жатыр. Солардың атаулары, мысалы, құлаққап, наушникті айтамыз, жолғапшық, рюкзакты айтамыз, тастаяқ, мына бильярд саласында ки деген тасы бар, соның қазақша несі, су сепкі, мына күнделікті өзіміздің душ, күй-сандық, пианино, зияпат, көп жағдайда бізде банкет деп қолданады, зияпат деп көп қолдана бермейді. Бұл да осы біздің жаңа пассив лексикада, яғни пассив қабатта қолданып жүргендігіне, немесе кальян деп көп қолданады, қор деп онша көп қолданбайды. Осы сияқты мына
қолданбалы қызметіне назар аударғанда неғұрлым жаңағы неологизмдеріміздің қолданбалы қызметі, яғни қолдану аясы кең болса, қолдану қызметі интенсивті, динамикалы, жоғары сапада болатын болса, оның өміршеңдігі жоғары болады ол неологизмдердің. Ал неғұрлым қанша тамаша сәтті аударылған неологизмдеріміздің өзі, мына күнделікті өзіміздің қолданыстық қызметте, сөйлеу процесінде ауызша формада, жазбаша формада жоқ болатын болса, ол қанша әдемі жаңағы күйсандық сияқты тамаша аударылған неологизмдеріміздің өміршеңдігі мәнді болмайды. Сондықтан бұның ең бір жаңағы неологизмдердегі бірден бір проблемалық мәселе ретінде осы неологизмдердің қолданбалы қызметінде көрсетуімізге болады. Келесі енді тағы да осы жаңағы бұны енді социолингвистикалық сараптамалар жасау, түрлі студенттер арасында, түрлі мектеп оқушылар арасында жалпы социолингвистикалық сараптама жасап көрсететін болса, бұдан менің ойымша біздің осы күнделікті сөйлеу процесінде көптеген тамаша атауларымыз аударылды, бірақ оның қазақша емес, орысша нұсқасының көп қолданатындығын осы социолингвистикалық сараптамалар анықтап береді. Мысалы, мына жаңағы неологизмдердің ауызша формасындағы сөйлеу тілінде орыс тіліндегі нұсқасының белсенді қолдануы бүгінгі таңда өтірік деп айта алмаймыз. Ол қалайда біз қолданғымыз келсе де жазбаша формада жазамыз, газетте, материалдарда, оқулықтарда, жаңа ғылыми еңбектерде, бірақ оны көп жағдайда қолданған кезде ауызша нұсқасында орыс тіліндегі нұсқасы көбірек қолданады. Міне мысалы жаңағы құлаққапты наушник деп қолданады, жолғапшықты рюкзак деп қолданады, тастаяқты ки деп қолданады. Мысалы топ серуен деп тамаша аударылған, бірақ ешкім оны топ серуен деп айтпайды, үнемі экскурсия деп айтып жатады. Немесе аспұршақты көбіне гарок деп атамыз. Тіпті үлкен апаларымыз бен аталарымыздың өзі аспұршақ деген нұсқасынан гөрі гарок деген нұсқасын көбірек қолданады. Немесе қайда барасың деп жатады. Ой, банкетке барам, тойға барам, банкет болады екен деп. Мен зияпатқа барам, немесе осы келесі аптада бізде зияпат болады деген сияқты сөз қолданыстары банкетке қарағанда әлде қайда пассив. Оның орнына керісінше банкет орысша нұсқасы белсенді қолданып жүр. Қор деген кальянның қазақша атауында кез келген жаңағындай осындай отырыс жиын немесе кафелерде қордан гөрі кальян нұсқасы белсенді қолданады. Немесе бесік арбаға қарағанда коляска нұсқасы. Тіпті әсемхат дегенді өте сирек қолданама дейміз, көп жағдайда открытка деген нұсқасын орыс тіліндегі қолданады. Яғни бұл жаңағы өзіміздің қазақ тіліндегі нұсқасын аударғанымызбен оның әлі күнгі орыс тіліндегі нұсқасы біздің сөйлеу тілінде ауызша формада жиі қолданылып жүргені, бұл да неологизмдердің жалпы қолданыс қызметіндегі бірден бір проблемалық мәселелер ретінде тұжырымдауымыз керек. Соны шешудің жолдарын, соны шешудің міндеттерін қашанда біздің қазақ тіл білімінің жалпы қазақ тілінде сөйлейтін, қазақ тілінің көсегесін көгертетін, қазақ тілінің жаңағы мемлекеттік қызметіне немқұрайды емес қарайтын әрбір азамат осы мәселеге назар аудару керек. Бұл журналист те, жаңағы ғалым да, оқытушы да, тіпті ресми құжаттарды рәсімдейтін кез келген мекемедегі жаңа нелерімізде осы нұсқасын қолдану керек деп ойлаймыз. Енді қазіргі қазақ тіл білімі тек қана өзі томаға тұйық, өзінен өзі дамымайды ғой. Қазақ тіл білімінде қашанда әлемдік лингвистика өзінің экстра лингвистикалық факторларын үнемі ықпалын тигізіп отырады. Сондай ықпал бұл тек қана қазақ тіл білімінде емес, тіпті орыс тіл білімінде де осы мынау Европа сөздері, шет ел сөздері, немесе англицизмдер деген термин орыс тіл білімінде де анау Карнагауздың еңбектері бар, язык мой враг деп. Яғни сол кезде Карнагауз айтады ғой, біз қазіргі орыстардың өзі, орыстармен орыс тілі мен қазақ тілін салыстыруға келмейді ғой. Себебі орыс тілі әлемдік 6 тілдің қатарына кірсе, оның 250 миллионнан аса сөйлеушісі болса, соның өзінде біздің тілімізді ағылшын тілді кірме сөздер басып бара жатыр деп олар дабыл қағып жатыр. Бұл сөздер енді әлемдік лингвистикадағы лексикалық қорды халықаралықтандыру үрдісі деп аталады. Бұл да қазақ тіліне өз әсерін тигізуде, тіпті кірме сөздер ретінде семантикалық, фонетикалық, графикалық өзгерістерге ұшырамай, күнделікті өмірде белсенді қолданатын англицизмді бұларды да неологизмнің бір саласы ретінде, немесе кірме сөздердің бір саласы ретінде алып қарастыруға болады. Бұларда бізде қазақ тіл білімінде бұл мәселеге де әлі онша көп айтылып жүрген жоқ, бірақ біздің өміріміздегі тіпті бұл сөздерді біз
неологизм емес, жалпы халықтық лексикада берік алынған халықаралық жаңа англицизм нұсқалар деп те қайта тұжырымдауымызға болады. Өйткені бүгінгі біздің тілімізде WhatsApp, image, аккаунт, Skype, Facebook, Instagram, логин, гамбургер, пицца, байкер, бренд, инвестор, флешмоб, креатив, спикер сияқты англицизм, яғни ағылшын тіліндегі жаңағы семантикалық, фонетикалық, графикалық өзгеріске ұшырамай тілімізде қолданып жүрген осы халықаралық термин дейміз бе, англицизм сөздер өте көптеп кездесіп жатыр. Бұл да неологизмдегі бүгіндегі жаңа атаулардың бірден-бір проблемалық мәселелерін көрсетеді. Сондықтан қазақ тілінде осы неологизм сөздердің әлі күнгі мәселесі толыққанды негізінен зерттегендер Рәбиға Сыздықова, Шерубай Құрманбайұлының еңбектерінде осы неологизмдердің анау тіл тарихынан бастап алып, бүгінгі күнде жаңадан жаңа мағынаға ие болуы, немесе түрлі сөз жасамдық тәсілдер арқылы жасалуы, сосын олардың бүгінде неологизмдік сипаты мен жалпы халықтық сипаты мәселесі шағын ғана бір кең көлемде емес, белгілі бір мөлшерде ғана сарапталып айтылған. Осы мәселені қазақ ғалымдары бүгінде осы термин мен неологизмнің аражігін саралап, соны жалпы халықтық сипатқа өтуі, немесе неологизмнің уақыт факторы деген мәселеге нақты бір критерийлерін анықтаса, тіл біліміндегі осы жаңа атаулардың неологизмнің мүмкіндіктері ғылыми тұрғыдан айналымға түсіп, ғылыми тұрғыдан ашыла түсер еді деген ойдамыз.